Ассалаумағалейкум, құрметті курсқа қатысушылар. Біз бұл жолы суреттің бетіне текст жазу, суреттерді әрлеу жайында iPhone телефондарында, мысалға Apple'дан Canva деген приложение бар. Сол приложение жайында әңгіме қозғамақпыз. Негізі өте ыңғайлы приложениелердің бірі. Егер сіз Instagram арқылы бір бизнес аккаунтты жүргізбекші болсаңыз, немесе сол сияқты тағы да біраз жұмыстар істейтін болсаңыз, өзіңіздің Instagram'ыңызда көбіне сіз фотоға текст жазу, сіздің бір өзіңізше бір стилистикаңыз болса, сізге бұл Canva деген приложение таптырмайтын приложение. Мен сіздерге бұл сабақты арнайы айфондарға ыңғайлап өтпекшімін. Бұл жерде мысалға кіре салған кезде жоғары жағында көрініп тұр: публикация для Instagram Stories, публикация для Facebook, плакат, неше түрлі мына жерде размерлері көрсетіп тұр. Презентация для YouTube деп тұр. Яғни осы жердегі суреттеріңізді осы форматта ыңғайластырып алсаңыз, артынан кейін бәрін біріктіріп спокойно презентация істей берсеңіз болады. Оформление канала YouTube. Яғни бірінші осы жерден сізге не керек, соны таңдап аласыз. Мысалға, допустим, қазір Instagram'да өте популярный бұл Instagram Stories'тер. Instagram Stories деп таңдап алдық. Бізге бірден бұлар өздерінің Instagram Stories'індегі бірден нелерін көрсетеді. Осының ішінен сізге өзіңізге керек, мысалға осы маған келіп қалады деген бір суретті таңдап аласыз. Әрине ол сіздің вкусыңызға қарай, сіздің талғамыңызға қарай. Ол жерде әркімнің вкусы, әркімнің стилистикасы әртүрлі. Сондықтан мен сіздерге бір простой, қарапайым бір түрін көрсетейін. Мына жерде неше түрлі тексттармен тұр, көрдіңіздер ме? Мен даже қазір ойлап та тұрған жоқпын. Мен даже білмей тұрмын сіздерге не ұсынсам екен. Мына жерде действительно қарап отырсаң, кәдімгідей басың айналады. Мысалға, допустим, как я выгляжу деп тұр ғой. Осыны алайық. Қарап тұрсаңыздар, каждый день на 8 марта деп істеп тұр ғой. Осы суреттерді ауыстыратын болсақ, мысалға мынаның үстінен бассақ, бұл суреттің орнына басқа бір суретті қойып жіберсек болады. Допустим, мына жердегі қазір менің суреттің ішіндегі біраз нәрселерді қойып шығатын болдыңыздар. Мына суретті қоя салайық. Менің каждый день мына жаққа екінші сурет саламыз қазір. Екінші сурет салдық. Қызық болсын, мен өзімше бір ана жерде папамның басына өсіп тастаған болатын. Енді бұл жерде тексттарды ауыстырсақ болады. Үстінен 2 рет басасыз. Допустим, каждый день деген тұра берсін. 8 марта деген бізге не актуальный болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл жерге біз не деп жазсақ болады? Допустим, 12 мая 2050 года деп қоясыз. Готово. Бізде примерно мынандай бір сурет шығады. Бұл өзінше бір сіздердің стористарыңызды әдемі қылып көрсетуге өте бір ыңғайлы способтар. Бұның ішінде неше түрлі нәрсе бар. Бастысы, бұл приложениенің ішінде тағы да бұдан да бөлек нәрселер бар. Бұл әшейін бір түрлі. Сонда бұрыштағы стрелканы көріп тұрсыздар ғой. Жоғарғы жағындағы, оң жағындағы, сол арқылы экспорттай саласыздар. Бұдан былай шығайық. Менің бұға дейінгі істеген жұмыстарым, мысалға, бұлай қарапайым открытка істеген болатынбыз осы Canva арқылы. Құрметті қонағымыз болыңыздар. Тойханаға, мысалға, біреу тойға шақырып жүретін болсаң, осындай тарс деп салсаң болады. Мынандай бір вариант істеген болатынбыз. Осының барлығы, яғни алдындағы мобилография курсын осылай істеген болатынбыз. Яғни сіздің парақшаңыздың действительно бұл таптырмас
бір бөлшегіне айналады егер де жақсылап қолданып алсаңыз. Бастысы тәжірибе жасай беру керек, шұғылай беру керек. Бұл жерде сізге өте ыңғайлы, өте оңай қолжеткен. Даже мына жерде логотиптер жасап алсаңыз болады өзіңіздің парақшаңызға. Мысалға, допустим, показать все. Өзіңізге ұқсайтын, оңайтын бір логотип аласыз. Мен өзімнің парақшама, допустим, логотип істейінші деген. Қарайық. Мысалы, сушиға ыңғайлы екен. Так. Логотип. Мысалға, мынаны алайықшы. Органик чай деп тұр. Мысалға, мына сурет. Оның үстінен басып, текстін ауысып жасасаңыз болады. Мысалға, қазақша жазсаңыз да болады, ағылшынша шрифттер әдемі. Текст жаздық. Қане байсал органик чай. Жеке өзінің үстінен алып, суреттің цветіне өзгертсе болады екен. Вот, пожалуйста. Қызыл, сары, жасыл, көк. Өзіңіз подбирать ете алсаңыз да болады. Осындай өзінің көптеген мүмкіндіктері бар приложение. Плакаттар істеуге болатын. По-моему, шақыру билеттерін осы именно осы плакаттармен істеген болатынбыз. Приложение дейтін, социальные сети, фотоколлаж, неше түрлі суреттерден фотоколлаж істеп шықсаңыз да болады. Мына жерде презентация істесеңіз болады, арнайы визитный карточка жасасаңыз болады, өзіңіз. Графика для блога, блог жүргізу үшін буклет. Яғни осы нәрселердің барлығы осының ішінде бар. Оформление YouTube канала дейді. Яғни біз сіздің өзіңіздің бір YouTube'дағы каналыңыздың видеоның бетіне салу үшін, мысалға, осымен оформлять етіп салатын болсаңыз, тамаша шығады. Мысалға, мынаның бәрін алдыңыз, аштыңыз, олардың бәрі жеке-жеке ауысады. Суреттердің бәрі. Текст ауысады. Тамаша ғой, әдемі. Мына суреттің орнына бөлек өзіңіздің суретіңіздің, мынаның орнына өзіңіздің, мынаның орнына өзіңіздің. 4 суретті өзіңіздің орныңызға саласыз, мына жерде жазуын өзгертесіз. Сіздің YouTube каналдың дайын бір обложкасы, бірінші суретін салып қоятын, дайын. Осындай, құрметті достар, мен сіздерге бір приложениемен таныстырдым, примерно қалай істейтінін көрсеттім. Қалғаны ары қарай сіздердің ізденістеріңіз, сіздердің өздеріңіздің мүмкіндіктеріңіз. Бұл әшейін бір кішігірім менен бір әліппе баспалдақ көрсетіп жіберу. Көп нәрсе өздеріңізге байланысты. Сау болыңыздар, Алла берекесін берсін.